Қалай видеолардың арасына әдемі переход қоюға болады, мен сіздерге соны көрсетемін. Сәлем менің достарым. Сіздерге алдыңғы сабақта уәде еткенімдей видеода екі фотоның, яғни картинаның ортасына әдемі переход қою. Переход, яғни бір суреттен екінші суретке, бір видеодан екінші видеоға жай ғана емес, әдемі слайд арқылы өтуді переход деп айтамыз. Алдыңғы сабақта сіздерменен жасаған біздің видеомыз мына видеодан мына видеоға жай өтіп жатыр. Енді осыны әдемі өту үшін переход қоюды үйретемін. Ол үшін мына екі видеоның ортасында тұрған мына сызықты, көріп тұрсыздар ма? Осы сызықты басамыз, сол кезде міне переходтар шығады. Бұл жерде наложение, движение, размытие, сосын основной, засветка, глич, слайд, разделить, маска, соцсети, осылардың барлығын пайдалансаңыздар болады. Енді әрине ол өздеріңіздің жаңағы жасап жатырған видеоларыңызға байланысты. Соцсетиді мысалы үшін қараңыздар, мынандай нәрсеменен өткізсеңіздер болады. Мынандай жүрекшелер, көрдіңіздер ме? Не бір түрлі переходтар бар. Мен өзім көп пайдаланатыным осылай өткенді жақсы көремін мен өзім. Кейбір фотоларды қарасаңыздар, видеоларды қарасаңыздар, бірін-біріне әдемі келіп жатады, біреу жоғарыдан, біреу шетінен. Мына жерде өздеріңіз ақырындап, асықпай бәрін қарасаңыздар, көп не деген нелер бар, переходтар бар. Міне көрдіңіздер ме? Мен өзіме ұнайтын, мен өзім көп қолданатын осы переходты енді қараңыздар. Мына жерде применить ко всем деген тұр міне. Осы применить ко всемді бассаңыздар, барлық переходқа қойылады. Ал егер әрқайсына әртүрлі қоямын дейтін болсаңыз, мысалы үшін мен осыған ғана қойдым. Енді мына жерде тағы мен басқа переход қоюым керек. Олай емес. Осыны үстін басып применить ко всем десеңіздер, барлық, көрдіңіздер ме? Применено ко всем клипам дейді, барлығына қойылады. Ал сосын егер міне птичканы басып қоямыз. Егер қажет болмаса, жоғарыда міне тұр. Осыны басатын болсақ, осыны басып, біз переходты алып тастай аламыз. Мен қазір переход маған керек. Сол себепті мен мына жоғарыда мынаны басып, қайтып өшіргенімді жайына қоямын. Міне переход, барлық фотоға переход қойылды. Уәде еткенімде сіздерге переходты түсіндірдім. Менің каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Ұнап жатырса, келесі сабақтарда енді сіздерге осы шаблонға, немесе басқа шаблонға жазу жазып, тойға, видеоға жазуды үйретемін. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.